жапырақтары көгеріп жайқалады. Біз де өзімізді гүлмен салыстырып сусындаймыз. Бірақ көбіне суды басқа сұйықтықтармен алмастырып жатамыз. Мысалы, газды сумен, кофе, шай, сүтпен, кейбіреуі өзін жақсы көргені соншалықты сұйықты сырасынан да бас тарта алмайды. Егер бар жоғы 30 күннің ішінде ас үлесінен судан басқа барлық сусындарды алып тастасақ, не болады? Біздің күн барысындағы тағамдарымыздан бас тартпаймыз. Қимыл қозғалысымызды көбейтіп немесе азайтпаймыз. Тек ағзамызға құйылатын сұйықтықтың барлығынан суға алмастырамыз. Ең бірінші ойымызға келетіні қаражатымызды үнемдейміз. Иә, бұл шүбәсіз факт. Алайда ағзамызға оданда қызықты, оданда бағалы қандай пайда әкелеміз? Ең біріншіден, шығармашылық және ойлау қабілетіңіз артады. 30 күн өткен соң нейробиология